Баршаңызға сәлем. 40 қабатты тұздап банкаға салатын боламыз. Осы рецептпен істесеңіздер, қанша тұрса да өзін сақтап тұрады, яғни бұлжырап, жұмсақ болмайды. Жеген кезде қышырлап тәбетті ашады. Кез келген қою тағаммен қоса жегенге күшті. Бір жасап қойсаңыздар, біраз күнге жетеді, яғни ұзақ сақтауға болады. Шетінен алып, турап жей бересіздер. Салқындау жерге қойып қоясыздар. Үлкенде бір 40 қабатты қалай тұздау керектігін көрсететін боламын. Егер 2-3 тұздайтын болсаңыздар, осыны 2-3-ке көбейтіп жасай бересіздер. Ең алдымен құятын суымызды дайындап аламыз. 6 литр суға 8 уыс тұз салып қайнатамыз. Бұл су қайнайын дегенше басқа заттарымызды дайындап аламыз. Ащы бұрышымызды жуып, одан кейін тазалап аламыз. Қолдарыңызға перчатка киіп алыңыздар. Бұл ащы болғандықтан қыздыруы мүмкін. Одан кейін бір бас чесногымызды тазалап, онда турап аламыз. Одан кейін 40 қабатымызды осылай қатты майда етіп емес, осы видеодағыдай кесіп-кесіп қойсаңыздар болады. Осылай кесіп дайындап болған екен, басқа салмаларын саламыз. Араластырып осы равролист және жаңа дайындап алған ащы бұрышымызды, чеснок пен қара бұрышымызды саламыз. Осы арада жаңағы қайнатылған суымыз дайын болып қалады. Сол суды осының үстіне құятын боламыз. Осылай қайнаған суымызды құйып, бетін бастырып, осылай бетін жауып, 1-2 күнге қойып қоясыздар. Міне 2 күн өтті. 2 күннен кейін өзіңізге ыңғайлы бір ыдысқа салып қоясыздар. Бұл ұзаққа шыдайтын болғандықтан кез келген уақытта шетінен алып жей бересіздер. Осылай видеодағыдай ретімен салып, паприканы арасына салып дайындаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай қиын емес жасалу жолы. Барлығын дайындап алып, қайнаған суды үстіне құя саласыздар. Сонымен 2 күннен кейін алып жей берсеңіздер болады. Осы 2 күн ішінде барлығын дәмі бір-біріне сіңіп, дайын болып тұрады. Негізі бір жасағанда көп етіп жасасаңыздар да болады, өйткені бұл ұзаққа тұздаған болғандықтан ұзаққа шыдай береді. Шетінен алып жей бересіздер. Міндетті түрде осы рецептпен істеп көріңіздер. Бір істегеннен жақсы шығады және өзіңізге ұнайтын болады. Әрдайым осы рецептпен істейтін боласыздар. Видео ұнаған болса лайк басып, өз ой-пікіріңізбен бөлісе кетіңіз. Каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркеле кетіңіз.